Бойтұмар. Hey, мен есігін алдында тұратын сен кімнің қызысың? Құрбан! Қызым, Маликош берген. Қызым, жүр, мен саған бірдеңке айтайын. Мұнда кел. Мұнда отыр, қызым. Қызым, анамның кәрі екенін білесің ғой. Жасым 80-ге келді. Уже кәрі болдым. Жүруге де зауқым жоқ. Мүгедек болайын деп қалған сияқтымын. Өлетін күнім жақындап. Қызым, сен дәу қыз болдың. Жасың 6-ға келсе де, 6-ға келген қыздар мына жерде пысық болып жүр. Қызым, мына Бойтұмар саған. Мен жақында, мен 5-6 күннен кейін, мен 1-2 күннен кейін өлетін сияқтымын. Өзімнің өлетінімді сезіп жүрмін. Намаз оқығанда да Алла өзімнің түнде де түсімде өзімнің өлгенімді көре беремін. Намаз оқығанда да жүрегім сыздай береді. Қызым, осы Бойтұмарды көзінің қарашығындай сақтап, мені қызым әрдайым күліп жүр. Егер қиын сәттер есіне түссе, әрдайым мені есіне ал, ешқашан мені ұмытпа. Жақсы, сен барып ойнап кел, бірақ мына Бойтұмарды бір жерге қойып қой. Ешқашан жоғалтпа. Бұл Бойтұмар сені қара күштерден, жамандықтардан сақтап жүреді. Менің өлетін күнім жақында. Анасың өлгенші. Қызым, оны біз шешпейміз ғой, оның бәрін Алла шешеді. Алла мені өзінің қасына әкелгенін қалап жатқан сияқты. Бұл сенің, егер мені өлсем, сен жетім қаласың. Бұл енді Алланың саған берген өте қиын сынағы. Сен бұл сынақтан өт, қызым. Ешқашан мені ұмытпа және Алланы да ұмытпа. Тек Алла, егер қиындыққа душар болсаң, Алланы бірінші Алланы, екінші мені есіне ал. Қызым, далада ойнап кел. Мен тамақ істейін. Бірақ ауырып тұрмын. Бүгін тамақ істемесем болмайды. Ертең өлетін сияқтымын. Саған алма алып келейін. Тамақты істеймін. Сен далада ойнап кел, мен базарға барып алма алып келейін.